Бақытсыз Жамал. Міржақып Дулатұлы. 5 бөлім. Бір күні бие ақтар уақытта ауылдың сыртындағы бір төбешікте құпия сөйлесіп 3 кісі отыр еді. Оның бірі Мағлұм Сәрсенбай. Екеуі сол елдегі атқа мініп жүрген, ел арасы тыныш болғаннан, даулы, сөзді болғаннан артық көретін пысықшалау адамдар еді. Әлгі екеуі Сәрсенбайға қарап: «Сәрсеке, бұл заманның өзі қорыққанды сыйлайтұғын заман болды. Азырақ дәреже біткен кісі байқара кісіні кісілікке алудан кетіп барады. Сол себепті біздің сізге айтқалы келген сөзіміз: Алла тағала сізге біреуден артық, біреуден кем дәулет беріп, екінші мынау бір жаман немеңіз бар. Бұл жаман екі айналып келмес. Бір күндерде малың шығын болып, басқа да зар болдыңыз. Қубас деген сөзді естіген күніңіз де болды. Енді тәуекел деп атыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен? Міне, сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзімізге қараған құрман болып билікке сайлағымыз келеді. Халық сөзді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймын. Өзіміздің Нұрпейіс би ризалығымен берсе, жолын алар, болмаса тәуекел деп тарға түсерміз», деп неше түрлі тәтті сөздермен құбылтып, Сәрсенбайды азғыра бастады. Сәрсенбай қанша момын адам болса да, сөзге бұрылмайтын пенде бола ма? Дәулетке қызығып, біраздан соң: «Өздерің біліңдер», деп жауап қайтарды. Бұл мәжілістер бір мәрте болмай, бірнеше күндер ақылға салынып, ақырында Сәрсенбай билікке таласпақшы болды. Сайлау жетті. Сәрсенбай әркімге жомарттанып ат майын бере бастап, сойысы да артылды. Сонақшадан 400 теңге жұмсалып, шарға түскен уақытта Нұрпейіске 19 шар, Сәрсенбайға 14 шар шығып, біздің жаңа талап босқа қалды. Бұл істің бұлайша сағаты болмауы да сол елде жұртқа қадірлі және де болыс пен құда Байжан деген кісі еді. Шар-салардың алдында Байжан выборнойларға: «Сіздер шарларыңды Нұрпейіске салыңдар. Жаңа байыған бір құрманның болғанынан алашқа сөйлескенде намыс жібермейтін, елдің белін сындырмайтын Нұрпейіс артық емес пе?» деп айтып отырғанын сол сағатында-ақ Сәрсенбайға біреу келіп жеткізіп еді. Сәрсенбай салы суға кеткен кісідей болып үйіне қайтты. Көп расход шықты. Ұл жеп жайына, қыз жеп байына кетті. Қасындағы әуелгі тыныш жатқан Сәрсенбайды билікке таласуға қыздырған достары: «Қап бәлем, келер сайлау болсын», деп қайрат берген болды. Осылайша сайлау тарқап 5-6 айда өтті. Бағзы уақыттарда сайлау еске түсіп, шығындарын әм-нәміс ойнағанда Сәрсенбай іші күйіп, «Хәтте енді сондағыдан 2 есе шығындалсам да дегенме бір жетсем, арманым қалмас еді», деген секілді пікірге де келіп қоюшы еді. 6 бөлім. Жоғарыда айтып өткен Байжанның 17 жастарға келген Жұман дейтін бір таз ақылсыз баласы бар еді. Сол елде 2-3 Жұман есімді жігіттер болғанға, бірін Сары Жұман, бірін Тапал Жұман Байжанның баласын Таз Жұман деуші еді. Ата даңқымен қыз өтеді, мата даңқымен бөз өтеді деп, Байжан өзі тәуір болған соң, қол жетіп тұрған заманда бір бай жерден Жұманға жақсы қыз айттыруға ойы бар еді. Бір күндерде Байжан мәжіліс арасында: «Жұманға құда болатын лайықты жер білгендерің бар ма?» деп сұрап отырғанда, біреу тұрып: «Биылғы Нұрпейіспен билікке таласатын Сәрсенбайдың бір жақсы баласы бар. Шешесі тәуір кісі, Жарас молданың қызы, өзі оқыған бала, қазір 10-11-ге келсе керек», деді. «Олай болса, бұл ескеретін жер екен», деп Байжан ішінен ойлап қойды. Көп ұзамай Байжан Сәрсенбайға: «Құдай қосса, құда болайық», деп бір кісі жіберді. Бұл хабарды естіген соң Сәрсенбай үй ішіне ақылдасып көріп еді,
үлкен қатыны ұнатып, Жамалдың анасы Шолпан ұнатпады. Сөйтсе де, өткен сайлаудағы Байжанның Нұрпейіске болысып, өзін құр тастағанын ойлап, Сәрсенбай құдалық себебімен келесі сайлауда би болмаспын ба деген ойға кіріп, өзін билікке таластырған достарына ақылдасты. Бұлар естіген жерден «Құдай берді, әйде, қайырлы болсын, құда болыңыз, қызды қырғызға да береді». Байжанның баласын жұрт пәлен түгендесе де, асылдың тұқымы ғой, әлі-ақ өскен соң түзеліп кетеді, деп өзі босап тұрған Сәрсенбайды құда қылуға айналдырды. Жалғыз-ақ Шолпан неше күндей көнбей, Жамалды өзінің теңіне береміз, Байжанның баласы жаман дейді, атасының байлығы не керек, десе де Сәрсенбайдың құлағына кірмеген соң, екі дүниеде Жамалдың обалы саған болсын, би болмақ тұрсын, патша болатын болсаң да, Жамалды не ғып сонда жаманға қиып бермекші боласың, деп көзінен жас төгіп үйден шығып кетті. Ұрғашының шашы ұзын, ақыл қысқа деген осы, деп Сәрсенбай басқа сөз айтпай, ішінен мыңқылдап отырып қалды. Сәрсенбай бұрын Жамалды жақсы көріп, өзінің теңіне беремін деп жүруінде еш шүбә жоқ еді. Бұл сапарда сайлаудағы шыққан шығын, кеткен намыс, ілгерідегі үміт әммәсі қосылып, оның үстіне көлденең кісілердің сөзі де қамшы болып, не қылса да Байжанмен құда боламын деп жауап қайтарды. Бір айдан соң батасы 47-нің малы 200 теңге ақшаға келісіп, Байжан келіп құда түсті. Сүйіп болған құдасын Сәрсенбай кетке разы қылып қайтарды. Құда болғаннан кейін белгісіз біраз заман өтіп, Жамал 15 жасқа келді. Сұлулық, ақыл, салтанат үшеуі бір-біріне муафиқ келіп, Жамал сол елдің қызының алды болды. Бұл айтылмыш артықшылығының үстіне Жамал сөзге бек ұста болып, өз ойынан шығарып өлең де жазатын болды. Олай-бұлай қалжыңмен сөйлескен бозбаланы сөйлетпейтін еді. Ел ішінде тілді бозбалалардың көзіне түсе бастап, шет елдерге де Сәрсенбайда бек көркем бір ақын қыз бар деген лақап жайыла бастады. Осы елде бір қыз ұзатқан той болып, кешке ойынға жұрт жиналып еді, 5-6 талапты бозбалалар жиналып, осы Жамал жаста болса өлеңге де, қара сөзге де бек пәле болып барады. Бүгін кешке бір өзіне өлең айтып, бетін қайтаралық, деп әммәсі ақылдасып, 3 ауыз өлең шығарып, өздерінің арасында бір пысықтау жігітке Жамалдың қасында отырып айтуға тапсырды. Бұлар Жамалдың күйеуінің жамандығын бетіне баспақ болып, өлеңдерін де сол мағынада шығарған еді. Түн болып ойын басталып, манағы жігіт әуелгі планы бойынша өлеңін әбден жаттап алып Жамалдың қасына отырды. Бір мезгілде бұл жігітке де өлең айт деп реті келгенде, баяғы 3 ауыз өлеңді Жамалға қарап домбырамен әнге салып қоя берді. Домбыра қол мастап бастым перне, нұр жауар деген сөз бар талаптерге. Жасымнан бай баласы бұлғақтаған, жаман қыз олай-бұлай маған теңбе. Білгенге ишара сөз жетер деген, білмеске сөзі қор боп кетер деген. Есекке арғымақты қосақтасаң, өтпей ме ғұмыр зайғы бекер деген. Алыстан ат терлетіп келдім тойға, жақсымен сұхбаттаспақ болып ойда. Қу өлген қыран бүркіт біз боламыз, теңгеріп жүрме құрбым тұрымтайға. Жамал бұл өлеңін мазмұнына түсініп, және де өзіне бұл жігіттің ойынан өлең айтарлық өнері жоғы мағлұм болған соң, әуелі бір ауыз өлең айтайын, сонда не дер екен деп айтқаны. Сөзіңіз бек мүләйім ақын аға, өнерге жас күніңнен жақын аға, беруге қалай жауап білмей тұрмын, түсіндір сөзіңіздің затын аға. Бұл тойда отырғандар енді Жамалдың мына сөзіне жігіт не айтар екен деп тегіс тыңдап отырып, «Қане сөйле мырза» деген әр жерден дауыс шыға бастады. Әлгі жігіт өзінің бар жатқа үйренген 3 ауыз өлеңін бітіріп алып, Жамалдың мына сөзіне муафиқ жауап қайтара алмай ұялғаннан қызарып, манағы өлең үйреткен жігіттерге жалтақ-жалтақ қарай берді. Сол уақытта Жамал көкірегін кернеп, мына өлеңді айтты.
Ағадан сөз қайтпады қарындасқа, жігіттен сіздей жауап табылмас па? Бітсе егер өлең шіркін бойға қайнап, жауапқа сіздей ғазиз тартылмаста. Болған соң үйретінді бір-екі ауыз, айтуға сізге ғатай ұнамаста. Есек пен арғымақты мысал қылып, әпендім білгеніңді бетке баспа. Пендесі хақ жаратқан емес бірдей, хан қара би төремен кәрі жаста. Намысы бөріктінің бір деген бар, білмесеңіз сізге ұят бұл рас па? Замандас жақсы сөзді табип деген, құрбыға бір себеппен бітсе хаста. Бір сырлы сегіз қырлы көрінесіз, тағы да білгеніңді айтып таста. Әр жерде құрбы ішінде Жамалдың осындай шешендігі көріне бастап жүргені секілді, бұл сапарда да халық Жамалды мадақтап, екінші сара мұнан шықты, енді мұнымен айтысарлық бір жан қайдан шығар екен деп тарасты. 7 бөлім. Жамал кәмелетке жеткен соң күйеуінің нашар екенін біліп, қатта бір тойда көрсе де керек, көңіліне күннен күнге уайым, қайғы түсе бастады. Жамалдың бұл қасіреттерін көбейтуге себеп болған Жұманның жамандығынан құрбы астында күлкі болған істері еді. Мысалы, Жұманды үйі қант шай, ғайыры нәрселер әкелуге қалаға жібергенде, жолда терілерін алып сатарға сатып, 10 теңге алтын орнына алданып, бір тиын жаңа бақыр алып келу еді. Әм елде бозбалалық қылмақшы болып, бір қызы бар үйдің босағасында ұйықтап қалғандықтан, қыздың әкесі таңертең, «Тұр балам, ұйқың қанған шығар», деп үйіне жіберу еді. Мұның әммәсін Жамал естіген еді. Ата-анасы зарыққанда көрген баласы екенін де ойлап, не себепті жаман күйеуге бергеніне қайран қалып жүрді. Өзі теңдес қыздардың күйеулерін салыстырып қарағанда, Жұманнан нашар жері жоқ еді. Басқа шет елдерден күйеуіне разы болмай, екінші жігітпен қашып кетті дегенді естігенде, ішінен ойлап, олар да мен секілді бейшаралар ғой, деп аяушы еді. Олар секілді бір жігітпен көңіл қосып қашсам, пәленшенің қызы қашып кетіпті деген сөз болып атамның сүйегін сындырғандай боламын. Разы болып Жұманға барсам, ғұмырымша қор боламын ғой, деп қайсысын істеуге ақылы жетпей, бағзы уақыттарда түн бойы ойлаумен ұйықтамай да шығушы еді. Әр уақыт осындай уайымда болған соң, Жамал жүдеп те кетті. Ата-анасы, «Қарағым, сен неге жүдеусің?» дегенде, «Жай басым ауырады», деп қоюшы еді. Жамал осындай уайымдарда болып жүргенде, бір күні Байжаннан Сәрсенбайға «Биыл баламды ұрын жіберемін» деп сәлем келді. Бұл хабарды естігеннен кейін Жамалдың қайғысы бұрынғыдан 3 есе артты деуге лайық болды. Жамал қанша ішінен қапаланса да, басқа бір кісіге айтуының ебін таба алмай, бір күні қолына қағаз бен қарандаш алып, тым болмаса көңілімдегі қасіретімнің оннан бір бөлігі шықпас па екен, деп өз басындағы халіне бір азырақ өлең жазып еді. Шешесі Жамалдың бір қағаз жазып отырып, қасына бір хат танитын кісі барса, жасыра қойып жүргенін көруші еді. «Бұның жазып жүргені немене?» деп Шолпан азырақ шұбаланып, Жамалға білгізбей, оңашада Жамалдың қалталарын ақтарып, онан еш нәрсе шықпаған соң, қағаз, кітап салатын сандықшасын қараса, бір кітаптың арасынан мынау өлең шықты. Манағы, Жамалдың жазып жүргені сол екен. Алланың рахматына созамын қол. Адасқан мен бір ғаріп табалмай жол. Ашылып біздің басқа түскен тұман, шаттықпен өткіз деймін тілегім сол. Сыртым сау, ішім түтін қапалықта. Бұл күнде көңілім жүдеу, қасіретім мол. Тереңге түсіп кетем ұстар тал жоқ, бір Алла жалғыз өзің жәрдемші бол. Бақшада сайрап жүрген сандуғаш ем. Кез болды мен сорлыға құрылған тор. Көл болып көздің жасы өткенім ғой. Болмаса арыл маған маңдайда сор. Жайлаған аққу едім шалқар көлді. Бұл күні көрініп тұр жаманда зор. Оралдың ілер деуші ема қиығы. Шынымен жапалаққа болам ба қор. Мен қайран атам малға сатқанына, бір тазды жалпақ елден тапқанына. Аты өшіп тумай кеткір Жұман деген, мал беріп мен өзімсініп жатқанына.
Атанып бай баласы қара басқыр, жұманның не берерсің мақтанына, қазақтың күллі ғайып ғадетінде, түскенім бар қасқырдың қақпанына. Атама мен не жаздым қор қылғандай, болмаса бір мінезбен жақпадым ба, жасымнан тәрбиелі хан қызындай, қасірет ақырында тартқаным ба. Әлпештеп ұлдан артық қыз басымды, өсірген атама обал артқаным ба. Бұл сөзді оқып көрген соқ анасының көзінен азырақ жас кетіп, қызының мұндай қайғыда жүргенін біліп, әлгі қағазды да орнына салып қойды. Енді Шолпан Жамал қанша уайымда болса, сонша қайғыра бастап, бір күні түнде төсекке жатқан соң Сәрсенбайға сөйледі. Құданың құдіреті, әуелде сен тіл алмай баланы мұнша қайғы қасіретке салдың. Міне, көрмеймісің? Жамалжан өзді-өзінен азып жүдеп кетті. Осы қалпымен қор болып кетсе, екі дүниеде бізге разы болар ма? Біздің ата-аналық хақымыз мойнымызда емес пе? Деді. Сәрсенбай не айтарын білмей, сөйтіп жүрме дей берді. Шолпан ашуланып, сөйтіп жүрмей құрысын. Өз басыңда еркің жоқ, әркімнің қыздырған тіліне еріп, ақырында Жамалдың көз жасына қалып отырмыз. Ата-бабаң істемеген істі қыламын деп би болғансып, бір жылдың ішінде қане шыққан мүйізің, деді. Сәрсенбай әуелі таласып болмай қалғаннан кейін, келер сайлауда құдасының себебімен би болса да, бір жылға жетпей съезд уақытында бір кісіні боқтап, қамшымен салып қаламын деп билігінен түсіп қалған еді. Сәрсенбайдан берекелі жауап шықпаған соң, Шолпан тағы да сұрады. Енді өстіп Жамалды сүймеген кісісіне береміз бе? Деп. Сонда Сәрсенбай қайраттанып, осы ит не бұлшылдап отыр? Құдайдың жазғанынан артық не қыламыз? Екінші кісіге береміз десең, Байжан болыстармен қосылып біздің жанымызды қоя ма? Малымыздан құрық, басымыздан сырық түсіре ме? Қатын дұшпан деген осы. Болмаса бұл сөзді айтар ма едің? Деді. Сәрсенбайдың жуас, қорқақтығы Шолпанға бұрыннан мәлім. Әм сапарда да пікірі тамам көрініп қалған себепті, енді бұл тұста Сәрсенбаймен ақылдасып, бастарына түскен уайымды бөлісуден үміт үзіп, сол түннен былай Жамал хақында Шолпан Сәрсенбаймен еш нәрсе сөйлеспейтін болды. Құрметті тыңдармандар, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бөлімі жақын арада шығады.